Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Марио. Достар, бүгін біз бұл менің соғысым атты ойынымызды жалғастырамыз. Алдыңғы бөлімде біз дейтін үйімізді орналастырып радио, плита, сосын самогон салған болатынбыз. Енді бүгін біз тағы да қазір уже неше сағаттай қалды? 9 сағаттай қалды уже разведкаге. 9 сағатта не істей аламыз біз? 9 сағаттың ішінде біз не істеуге болады? Жалпы мен мана пышақ жасайын деп едім. Алдыңғы бөлімде қашып кеттік қой біз, енді пышақ болған сананың қолдарында. Енді бұл қайталанбас үшін бізге қазір детальдар керек. Детальдар дегенде қарудың детальдары. Мен оны жинаған сияқты едім, бірақ қайда кетіп қалғаны құдай білсін. Жалпы мына ойынды сохранить етпесең артқа тартылып кетеді екен. Соның өзінде де қазір мен дейтін ойынға кірсем, мана плитамыз, самогонымыз, радиомыз жоқ екен, алдыңғы бөлімде салған. Сол енді қайтадан салдым, сол видеодан тыс. Сосын сериямды бастадым мына ойынымызды. Енді қазір біз бүгін не істейміз? Біз бүгін тағы да тағы да біреуге кровать жасайық. Бірақ кровать жасауға бізге нелер керек екен, заттар. Так, енді уже 7 сағаттай қалды. 7 сағаттың ішінде біз не істеуге болады? Радионы тыңдайықшы. Радиода не деп жатыр екен? Радиода не деп жатыр екен? Қазір сен былай барайықшы. Жақында жылы және де жылы не ауа райы болады. Паркта гулять етуге жақсы деймін. Ол баяғыда келген нелер шығар. Енді қазір дейтін олай не істей алмайды мына адамдарымыз, өйткені олар снайпердің қол астында отыр. Қаланың барлық бұрышы, сондықтан қорқады. Жалпы неге наларды мирный адамдарды неге атады десеңіздер, қалада қалып қойған адамдар бәрі террорист болып саналады екен. Представляете, террорист қылып жіберген аларды. Террорист дегенде, қаладан қуған ғой аларды. Кетіңдерсіңдер, типа анандайсын, босатыңдар қаланы анау дегеннен кейін, босатпағаннан кейін бәрін қылмыскер қылып жіберген ба, сондай әңгімелер жүрді. Ең басында сол біз дейтін жіберіп алдық соның басын. Қазір не істеуге болады? Сен бит шал, бит көтеруге бола ма ана? Болашақта тағы нелер істеуге. Не керек оған көтеру үшін? Так, бізге қазір 2 не, сосын 14 керек. Так, ал мынаны көтеруге не керек екен бізге? Так, изготовление один улучшенный слесарный верстак. 1 сағат дайындайды екен. Изготовление инструментов, так же как топоры и ножовки, он позволяет чинить сломанное и огнестрельное оружие. Улучшеткеннен кейін сынып қалған қаруларды не істеуге болады? Ондауға болады. Мен жалпы мынаны ондауға болады. Так, бізде тек қана бір стул, бір кровать, бірақ ол бізге жетпейді. Салқын бетонда ұйықтау өте ыңғайсыз. Біз радиоприемник жасадық, бізге оны тыңдап жақсы көреміз. Бізге кітаптар жетіспейді дейді. Жақсы кітаптар бізге көмек береді дейді анандай. Соғыстың қорқыныштарын ұмытуға. Мен мұнда демалып соғыс қиындықтарынан алынбай алатын едім дейді. Алынбай аламын дейді. Бізге кофе мен темекі жетіспейді дейді. Біздің үйімізде андай тесіктер көп дейді. Соны жамау керек дейді. Бұл жерде небезопасно. Біз күнде айналамызға қарап қоймыз керек дейді. Типа абайлап жүруіміз керек дейді. Әрине соғыс кезінде, бомбардировка жүргенде, снайпер жүргенде безопасно шығар деп ойлаймын біздің убежищеміз. Бірақ білмеймін, бізге рейдерский нелер бола ма екен. Типа біз сияқты адамдар болады ғой енді.
біз сияқты дегенде мен дейтін ана разведкаға жіберемін, мүмкін боттар да солай разведкаға кіретін шығар. Мүмкін сондай не бар шығар программадан астында, бірақ білмеймін. Сен жасашы былай. Бруно сен жаса. Біз уже неге кетеміз қазір. Бруноны кроватьқа ұйықтатайық қазір. Ал Павло қазір сыт спокоен дейді. Тамаққа тойып тұр. Ұйқысы қанған. Енді қазір біз Бруноны кроватьқа жатқызамыз да. Так, чего? Так, уже жақындақ қалды, уақыт жақындақ қалды. Так, ночь. Қайсыған бары қуат? Мынаушы. Много еды, огромное количество оружия, огромное количество запчастей, требуется осторожность. Ол керек емес бізге онда. Так, мынаушы. Много запчастей. Немного тамақ аз екен мұнда. Бірақ запчастьтермен нелер көп, лекарстволар. Тихий дом. Ох, мұнда барып қойықшы. Так, нан аламыз қазір. Нан алайық. Сосын кеттік па, не істейміз? Кеттік ал. Жайлап жөнелейік. Уже 10 минуттай шамамен 10 минуттай болып қалған сияқты, 8 минут па сондай да болып қалған сияқты да. Ох, басталмай жатып уже үйдің алдында тіндейтін заттар бар екен. Так, бірақ аз, заттар аз, өте аз. Бірақ енді көреміз, Кавказға келдік қой. Заттар аз деп қоямын, келмей жатып. Так, мұнда тек қана мусор дейді. Ал мынаны қарашы ал. Мынаны көрейікші ал. Так, клин 3-3-тен беріп атты ма, білеңе, короче. Ал енді крик жайлап. Ох, мына жақта. Сен кімсің деймін? Төмен кетіп қалшы ал, төмен тез. Так, у людей все, бірдеңе, короче. Что-то түсініксіз болып кетті. Так, сөйлесуге бола ма мыналармен? Сендер андай бірдеңе іздеп жүрсің ба, короче. Біз бәрін сатып жібердік дейді. Мұнда жайлап бүйтіп көтерейікші ал. Пожалуйста, бізге тиіспеңіз дейді. Жарайды, тиіспеймін сендерге. Шал, енді сендерді құрметтеймін. Жоқ. Мен сені өлтірмеймін. Так, өзінің тамақтары екен. Так, частная собственность дейді. Өлтіруге қолым бармайды. Не істеуге болады енді мыналарға? Заттар бермеймін дейді бізге. Зат бергісі келмейді бізге. Бүйтсіндірек шал. Артынан қалмағаныз. Айттым саған, мен бандит емеспін аға. Барда әйелімен отыр аяқта. Сен не істеп жатсың? Мұталып келген тұтқан екен жоқ қой? Мұталып кетсек өзі қуады ғой оны қасқа. Что-то сөйтейін тұрған сияқты қаштық мына жаққа көтерелік шал. Мылтығын алып білмесем болды ғой әйтеуір. Қолында мылтығын алып тағы қуып жібермесін бізді. Алдың бөлінбей қашып кеттік қой. Так, тұра, сен шал, қайда кеттің? Шал, қайда кеттің сен? Егерде мына жерде әйел адам отырды, мана қайда кетіп қалды әйел адам? Көтерілейік шал. Қайда кетіп қалдың сен, шал? Шал, қайда кеттің? Так. Төменде не бар екен? Төменде ештеңе бергісі келмейді. Бізге ештеңе бергісі келмейді. Енді ананы қалай өлтірсек болады? Так. Мана шал қайда кетіп қалды? Мына жақта секілді. Кілтен алған жоқ па? Так, көмектесіңдер бандиттер деймі? Деңе дейді. Мы рады. Так, Бернард атадан Эленге дейді. Біз қуаныштымыз саған, короче, тетюшкамен бірге өмір сүрген анағана соғыс
онша немес дейді, жаман емес. Жай ғана олар балдар, кішкентай балдарға келмейді дейді. Сонымен қатар ол жақын арада бітеді дейді. Сондықтан еш уайымдамаңыз, әже, бәрі жақсы. Ол короче, ештеңе айтпаңдар. Ол дейтін, әже деген кішкене печенье соусын сақтап қойған, сен жақсы көретін, соны пісіру үшін дейді. Ал мен уәде берем, качеляны ондап беруге. Сен қашан келесің? Атасы қызын сағынған ба, бірдеңе секілді. Так, айналайындар. Қимаймын сендерді. Бірақ нужно. Кешіріңдер, мені кешіріңдерші. Ят маған. Кешіріңдерші мен, достар. Енді соғыс бізді заставить етті, достар. Неге өлтірдім десеңіздер, енді маған өзіме де неприятно қазір, шын айтайын. Ойым болса да маған қиын оны өлтіру. Так, біз бекер өлтірдік. Жалпы алуға болатын еді заттарды, өлтіріп тастады, өкінішке орай. Кешіріңдер, достар, мені кешіріңдер, өтінем сіздерден. Так, консервированное мясо более питательно, чем вчера сырая пища дейді. Сен керек емессің маған, пока керек емессің. Бізге қазір запчастьтер керек. Бұл сулар, мұлар дегенде керек емес пока что бізге. Біз үйімізді көтеру үшін, яғни поддерживать ету үшін бізге заттар керек. Темекі керек дейме, бірдеңе деді. Мана, так, былай салып алайық. Сосын мынаны былай салып алайық. Мынаушы, мынаны да салып алайық. Так, темекі. Самокрутка, табақтан салған. Так, темекі. Темекіні шеге ма екен? Темекі шегетін біреулер сияқты біздің немізде. Так, бұзға өлтіріп тастадым мен, өкінішке орай. Оңбағанмын. Стыдно дейді. Өте ят болып қалды. Так, бекер өлтіріп тастадық. Да, ештеңпес, жай ғана ойын. Енді келесі нелерде жалпы не істеуіміз керек? Ценный предмет для обмена. Ценный предмет болса, ценный предмет. Оны біз бітеміз қазір. Так, бит салып алайықшы. Мынаны қарайық. Мұнан не шығады екен? Мұнан бинт шықты, бинтті де салып алайық. Мына не? Тук. Короче, бірдеңе болды. Енді келесі келгенде енді бәрін біліп жүретін боламыз. Енді өлтірмейміз. Мана частный собственность болғасын запрет типа заблокированный болып тұрған секілді деп ойладым. Бірақ қателестім. Так, ломды тастап кетеміз, не істейміз? Так, қиын болып тұр мына жерде. Так, мынаны тастап кетейік. Сосын мынаны салайық. Бізге енді керек қой. Керек болған жерде енді бәрін алып алайық. Қазір сағат неше болды? Почти 20 минуттай болып қалған секілді. Так, бірақ бізге ол мешайт етпейді ешқандай. Енді 20 минуттан асырып саламыз. Уже уақыт болып қалған екен. Бол, тез. Тез, түн болып қалды. Бұл шеш құрсын. Добывать ет. Бол, жүгір құрсын. Не қарап тұрсын? Уже уақыт келіп қалды. Тормоз десе тормоз.
Бол. Так. Енді қайту керек дейді бізге. Қайтып келе макинеге. Қиын болады деп жатыр еді ғой. 4-ші күн дейді. 4-ші күнге де жетіп қалдық достар, міне. Так. Проблема болды, бірақ біз Павло қайтып келеді деп ойлаймыз дейді. Павло келген жоқ па не? Чего? Не ал дейді мынау. Достар, енді серияда соңына жеткен секілді. 20 минуттай болған сияқты. Енді Павло өзі келетін шығар деп ойлаймын, бірақ оны күтпейміз, біз серияны аяқтаймыз достар. Егер де бөлім ұнаса, ойында ұнаса, лайк басып коммент қалдырып кетіңіздер. Сосын әрине каналға жазылып достарыңызға мен туралы айтуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Мари достар, келесі бөлімдерде қауышқанша кездескенше, яғни қош сау болыңыздар. Мінекей Павло да келді. Павло келді, енді келесі бөлімде болады бәрі айтқандай достар. Ал кеттік біз.